Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан Казак Дрим каналының админы. Бүгінгі видеода Ирина Қайратовналардың YouTube'та трендтен түспеген, яғни ол салынған кезде YouTube'та трендте 2-ші орында тұрған, қазір кезде 3-ші орында тұр. Міндетті түрде тыңдамағандар болса, көрмегендер болса, клипті міндетті түрде тыңдап, қарап шығыңыздар. Қазақстандағы болып жатқан аш ақиқаттар туралы айтылады. Сол себептен барлықтарыңызға қарауға кеңес беремін, және де ондағы отсылкілер туралы, яғни бұл клипте түсірілген кейбір нәрселерді ауыспалы мағынада түсірген, соларды талқылайтын боламын, және де бұл ондай видеоны ешқандай қазақша YouTube'тан көрмедім, және де көбісі ол видеоға тек қана реакция ғана түсіріпті. Сол себептен бүгінгі видеода сол Ирина Қайратовналардың 5К-не түсірілген отсылкаларды біртіндеп талқылайтын боламыз, және де онда көрген отсылкаларды барынша айтатын боламыз. Сіздерге бұл видео ұнауы тиіс, сол себептен маған қолдау ретінде жай ғана лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеоны бастайтын боламыз, және де көрмегендер сол клипті міндетті түрде қарап шығыңыздар. Сіздерге міндетті түрде ұнауы тиіс. Ең бірінші отсылкадан бастаймыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші рөлді Марка бізде ойнайды, және де оның негізгі айтып тұрған негізгі ойы ол Әлихан Бөкейханов, яғни Алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейхановты сомдап жатыр, және де оны өзінің мұртына байқауға болады. Және де осы жерден Әлихан Бөкейхановтың суретін көрсеңіздер болады. Және де бұл клипте 1937 жылы Кеңес одағында болған қазақ зиялыларын репрессияға ұшыратқан кезеңді байқауға болады. Және де мұнда Әлихан Бөкейхановты түрмеге қамап тастап, оны ауыр соққыға жығып, одан соң репрессия құрбаны қылып 1937 жылы атылған болатын. Бұл Марканың сюжетін барша қазақ тарихын оқыған жандар түсінді деп ойлаймын, және де мұндағы екі кісі әрине формасынан байқаған шығарсыздар, кеңес дәуіріндегі әскери қызметкерді бейнелеп тұр. Екінші отсылка Марка өз текстін оқып болғаннан кейін белгілі бір жауынгерлердің жерде жатқандығын, яғни белгілі бір адамдардың жерде жатқандығын байқаймыз. Ол әрине Қазақстан тарихынан белгілі бұрынғы батыр бабаларымыз, жауынгерлеріміз өзінің ұрпағы үшін жанын құрбан еткендігін, яғни Қазақстан тарихын жалпы солай көрсетіп келе жатыр. Және де соның үстінде екі бала жатқанын көреміз, және де бір баланың планшетінде Марка белгілі бір іс-әрекеттерді қайталап тұрғанын байқайсыздар. Ол әрине соңғы кездері осы TikTok'та хит болған. Осы қыздың челленджін қазақ жастары, бұрынғы қазақ зиялылары Әлихан Бөкейханов, Абай Құнанбаев секілді ұлы тұлғаларға осындай мазақ, кемсітушілік, надандық дейін бе, ona кез келген сөз жарасады деген ойдамын. Осындай кемсітушілікті бұрынғы қазақ зиялыларына жасаған топастығын көрсетіп тұр. Одан ары қарай Алаш автономиясының туын байқасаңыздар болады. Бір байқағаным, Алаш автономиясының туы өзіміздің бауырлас мемлекет Түркия мемлекетінің туының көшірмесі деп айтсам қателеспеймін. Тек қана бұрынғы Алаш партиясының туы, қазіргі Түркия мемлекетінің туының айырмашылығы біздің ту, яғни Алаш партиясының туы жасыл түстес болған. Өте керемет отсылка болды деген ойдамын. Марка рэп оқып жатқан кезде артында қазақ зиялыларының слайды жүріп жатады, және де сондағы Алаш 2049 деген жазуды байқасаңыздар болады. Бұл Ирина Қайратовналардың жаңадан қазақ зиялыларына арнап жаңа комикс жасап жатыр, және де солардың ең үлкен бір керемет жобаларының бірі болады деген ойдамын. Содан кейін Марканы артынан 2 рет, одан соң басынан 3-ші рет атылған байқауға болады. Содан соң қазақ шенеуніктерінің бейнесі көрсетіледі. Одан соң өте керемет отсылкалардың бірі Нұрсұлтан ЛРТ деген ойыншықты байқауға болады, және де ол еліміздегі коррупцияның негізгі айқын бейнесі болып есептеледі. Себебі мұнда кеткен қаржының бағасын қазір есептейтін боламыз. Нұрсұлтан ЛРТ қазіргі кезде уже 2020 жылы тіпті бітуі тиіс болған болатын, алайда бұл жоба аяқсыз қалды. Қазіргі кезде бұған 68 миллион доллар жұмсалған болатын, яғни бұл деп отқанымыз 1 километр алатын жерге 68 миллион доллар жұмсалады. Теңгемен есептейтін болсақ, 28 триллион 560 миллион теңге. Ал жалпы ЛРТ-ның ұзындығы 22,4 километрді құрайды. Бұл деп отқанымыз 1,5 миллиард ақш доллар. Шенеунік осы ойыншықты өзінің баласына ойнауға берген кезде баласының қалай ойнап жатқанын барлығыңыз көрген шығарсыздар. Онда яғни сыртында метро тұрған болатын, алайда ішінде метросы жоқ. Жаңа айтып өткендей, Марканы 3 жерден атылған болатын. Ол кімге отсылка, яғни Марканы атқан кісі, яғни шенеуніктің рөлін ойнап тұрғанның айқын белгісі. Яғни Марканы атқаннан кейін барып шенеуніктің образы шығады, яғни ол деп отқанымыз Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділов, және де оны сюжетте
Марка өлгеннен кейін микрофонның жанындағы делодан байқасаңыздар 12-сі 11 ай 2005 жыл деп жазылып тұр. Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділов осы күні өз-өзіне қол жұмсады деген айып тағылған болатын. Жалпы Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділов деген кім? Жалпы 1992 жыл мен 1994 жылдары Алматы қаласының әкімі болған. Мақпал Жүнісованың бұрынғы жұбайы. Оның өлімі 2005 жылдың 12 қарашасында Заманбек Нұрқаділов өз үйінде денесіндегі атылған 3 оғымен өлі күйде табылды деген. 2 оқ кеудесіне тиген, біреуі басына тиген болатын. Болған оқиғаның ресми нұсқасы бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған деп танылған болатын. Бұл деп отқанымыз осы Заманбек Нұрқаділовті өлтірген кісі шенеунік дегенге келтірген. Тікелей эфирімді тек текелер көреді, тебірен теңге әкеледі дегенмен өскен жерімде келейін, қойып қойдым көлденең сөзімді қайталайды бүкіл ел, менде бәрі жақсы. Соңғы рөл Алдияр Жаппархановтың отсылкасы барлығына ұнады деген ойдамын, себебі 2020 жылғы ауыр пандемия кезінде еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласында өте ауқымды түрде салют атылған болатын, және де олар медицина қызметкерлерін қолдау ретінде, көңілін көтеру ретінде жасалған деп айтылған болатын. Және де ол кезде Алдияр Жаппарханов қазіргі кездегі, яғни пандемия кезіндегі депутаттардың халыққа жаны ашымайтындығы туралы айқын бейнесін дәлелдеп көрсетті. Ең соңғы отсылка ол әрине қазақтың бұрынғы президенті жанашыры, Қазақ КСР министр кеңесінің төрағасы болған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты көрсетеді. Барлығы осы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты жақсы көрген болатын, және де ол кісінің ерліктері туралы осы видеода айтылады. Қазақстанды кім басқарды? Димаш Ахметұлы Қонаев аға. Сол уақытта бүйірлерің шығып, қарындарың тойды, киімдерің бүтінделді. Сондықтан біздің мінекей әруақ татты адамыз осы. Жаңағы 2 ел емес, бұл кісі 4 елуге жатыр. Айтқаныңызға рахмет. Не болса да бірге жүрсін. Осылайша Ирина Қайратовналардың мен байқаған отсылкаларым осылар болды. Егер тағы да басқа отсылкалар байқасаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға бұл видео, яғни бұл трек өте керемет болды деген ойдамын. Ирина Қайратовналардан алдағы уақыттарда осындай керемет жобаларды міндетті түрде күтетін боламыз. Сол себептен маған қолдау ретінде жай ғана лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде алдағы уақыттарда осындай форматта видеоларды көп шығарып тұратын және де ютубқа салатын боламын. Ирина Қайратовнадағы жігіттерге базар жоқ, керемет, респект. Ондай көп нәрсені көп адамдар жасай алмайды. Сол себептен Ирина Қайратовналардың міндетті түрде трендте тұрған клипына кіріп, лайк бас, яғни комментарий жазбасаңыздар, хотя бы лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Қазақ Дрим каналы. Алдағы уақыттарда видео көп болатынына сіздерге сөз беремін. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.